Сәлем достар. Бүгін мен сіздермен алдыңғы сабақтың жалғасы HTML тілінде түстермен қалай дұрыс жұмыс жасау керек, сол туралы өз тәжірибеммен бөліссем ба деген ойым бар. Сіздерден бір өтініш, егер каналыма тіркелмесеңіздер, бірінші тіркеліп кетіңіздер. Ал егер дайын болсаңыздар, сабақты ары қарай жалғастырамыз. Ең алдымен менің алдыңғы сайт деген немді ашамын. Осы жерде сіздермен мен тоқтаған болатын. Енді осы жерде қалай керек жерімізде, немесе барлық шрифті осы жердегі, немесе нақты керек жерімізді өзімізге керек түсті қалай қоямыз. Мысалға, мына жерде есептеу техникасы саласының сарапшысы деген текстті, мәтінді мен қызыл түске қалай бояй аламын, қызыл түске қалай айналдыра аламын. Міне, осы сұраққа жауап беріп көрейік. Бірінші сол текстті тауып алайық. Есептеу техникасының саласының сарапшысы. Осы жерге мынандай кодты терестер, тегті, ол бізде font color деп аталады. Font деген ағылшын тілінен білесіздер, шрифт деген мағынаны білдіреді. Color ол түс. Font color. Тең деген символды қоямыз міндетті түрде. Осы жерге қандай түс қоясыздар? Red деп мысалға жазайын. Сосын қай жерден бітіресіздер? Мен мысалға сарапшы деген сөзден бітіретін болсам, осы жерден міндетті түрде ашылған тегті қайтадан жабу керек. Фонт тегін жабамын. Обратно слэшпен. Так, осы жерде сохранить деймін. Мен font color түсін қызыл деп айттым. Енді тексеріп көрейік. Обновление жасайын. Көрдіңіздер, есептеу техникасы саласының сарапшысы бізде қызыл түс болды. Міне, осы жерде біз red деп жаздық. Егер нақты түстің атауын жазатын болсаңыздар, ешқандай тырнақшаға, ешқандай үтір нүктесіз тікелей жазасыз. Егер сіз решетка арқылы нақты түстің комбинациясын жазатын болсаңыз, онда решетка несін қолданып, мысалға жасыл түстің кодын жазатын болсақ, 00 FF00 деп жазатын болсақ, тексереміз, бізде қазір жасыл болу керек. Міне, көріп тұрсыздар. Ол түстерді қайдан алуға болады? Ондай түстер интернетте өте көп, оған арналған арнайы программалар бар. Міне, көріп отырсыздар. RGB форматындағы түстің коды қалай жазылады? Әр осындай түстердің кодтарын нақты білсеңіз, өзіңізге керек кодты жазып қойып алсаңыздар. Мысалға, мен бір түс жазып көрейін, тағы да 99 66 33 деп қоңыр түсті. Бізде өзгерер ме екен? Өзгертіп көрейік. 99 66 33 сақтаймын и обновление жасаймын. Көрдіңіздер, менде қоңыр түс болды. Міне, осылайша өзіңізге керек түсті RGB форматында кодымен жазсаңыздар болады, немесе тікелей ағылшын тілінде өзіңізге керек түсті жазсаңыз болады. Мен red деп қалдырайын. Көрінетін түс болғандықтан уақытша. Енді сіздермен шрифтке қалай түс қою керек екенін мен түсіндірдім. Енді жалпы фонға қалай түс қоямыз? Мысалға, осы веб парақшамның бетін мен сары түске бояғым келеді. Оны қалай жасаймыз? Оны бұл сіздерге алдында айтқан болатын барлық кодтар body дейді, тело дейді, программаның денесінің ішіне жазылады. Сондықтан мен body'ді тауып аламын. Осы body'дің тегтің қасына жазамын. bg color деп. bg color равно yellow деп жазамын. bg деген сөз қысқаша ағылшынша background color дегенді білдіреді. Ол фонның түсі деген. Жалпы фонның түсі. Yellow ол сары түс. Сақтаймын, тексеріп көрейік. Менде барлық веб парақшаның түсі сарыға айналды. Көрдіңіздер. Енді қандай тағы да түстер негізінен кездеседі? Мысалға, мен мына жерде бір таблица дайындап қойдым. 1-ден 12-ге дейін 12 таблица дайындап қойдым. Таблица туралы әрине бөлек сабақ өтетін боламыз. Мен сіздерге жалпы түсіндіру үшін осы жерде қолданып көрейін. Мысалға, мен соңғы жағына осы жерге қояйын. Обновление жасайын. Менде 1-ден 12-ге дейін
сандарым шықты, көрдіңіздер. Енді осыған сыртына рамка берейік. Ол рамканы біздер тег бар, бізде алатын бордер деп аталады. Қалыңдығы рамканың кез келген нәрсенің бордер дейді, қабы сыртындағы қалыңдығы. Бордер равно тең 1. Мысалға біз қалыңдығымызды бордермен 1 деген форматта көрсетейік. Міне біздің таблицамыздың сырты 1 қалыңдықта, 1 бұттық қалыңдықта осындай қалыңдықпен қапталды. Енді осы таблицада бізге екі түрлі түспен бояуға болады. Жалпы барлық таблицаның түсін бір түспен бояйық. Екінші, таблицаның ішіндегі шрифтті, таблицаны жалпы бір түспен бояйық. Екінші, таблицаның сыртындағы рамканы, жаңа бордер деп айттым сіздерге, сол рамканың түсін бөлек бір түске берейік. Оны қалай жасаймыз? Енді кіреміз кодқа. Осы жерге бордерден кейін жазамыз. Мысалға BG color деп жазамыз. Білесіздер, фонын береді бізде BG color равно. Енді бізде шатасып кетпеу үшін BG color'ды green мен беріп көрейік. Ағылшынша сіздерге түсінікті болсын. Енді тексеріп көрейік. Біздің мынау таблицамыз, кестеміз жасыл түске боялу керек. Обновление жасаймыз. Көрдіңіздер, боялды. Бірақ оның сыртындағы қаптамасы бордер дейді, шекарасы бізде қоңыр түспен тұр. Ол қоңыр түс бізге ұнамайды. Оны біз қызылға бояп көрейік. Оны қалай бояймыз? Оны бордер деп атағанмын. Сыртындағы рамканың түсін сіздерге. Оны бізде енді әрине логикаға салатын болсақ, ол жерде border color болады екен. Border color тең border color қандай түске береміз? Red деп көрейік. Енді сақтайық. Енді бізде таблицаның түсі қызыл түске айналу керек. Міне көрдіңіздер, қызыл түске айналу. Енді әрине түске байланысты қолданатын жерлер өте көп. Мен сіздерге ең маңыздыларын көрсеттім. Бұның барлығы тек дайындық сабақтары. Алдыда CSS технологиясын қолданған кезде, кәсіби сайттарды жасаған кезде әрине дизайнға қатты көңіл бөлетін боламыз. Ол кезде түске байланысты сіздерге көп қызықты нәрселерді алдағы уақытта көрсететін боламын. Бүгінше осы сабағым аяқталды. Сіздерге ұнаса міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Ойларыңыз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Ең бастысы каналымызға тіркелмесеңіздер, тіркеліп кетіңіздер. Алдыда қызықты осындай тақырыптарға видео түсіретін боламын. Әзірше сау болайық ағайын. Жақсы күндерде кездескенше.